Сәлеметсіздер ме менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге жасалу жолы оңай, өте тойымды дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұратын салатты үйрететін боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Лайк басып, комментарийді ұмытпаңыз. Ең алдымен қайнатылған тауықтың етін осылай кубик етіп турап аламыз. Тауықтың орнына қайнатылған етті де қолдансаңыздар болады, бірақ тауықпен дәмдірек шығады. Тауығымызды турап болдық. Енді тұздалған қиярымызды осылай форманың көмегімен ирек-ирек етіп турап аламыз. Егер де бұлай туралғанын қаламасаңыздар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 4 бұрыш етіп, немесе 3 бұрыш етіп, немесе ұзын-ұзын етіп турап алсаңыздар болады. Қиярымыздың бәрін турап алдық осылай. Енді жұмыртқаны сарысы мен ағын бір-бірінен ажырататын боламыз. Сарысын бөлек, ағын бөлек турап аламыз. Бәрін ажыратып алдық. Енді форманың көмегімен осылай ұзын-ұзын, ирек-ирек етіп тураймыз. Жұмыртқаны да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Бірақ осылай әдемі көрінеді салатта. Егер де жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратпай турасаңыздар, ағы бөлініп, сынып кетуі мүмкін. Сондықтан да ағы мен сарысын ажыратып, бөлек-бөлек турап алғандарыңыз дұрыс. Осылай жұмыртқаның ағын турап алдық. Адасымызға салдық. Енді жұмыртқаның сарысын осылай ұсақтап тураймыз. Салатқа қажетті заттарымыздың бәрін турап алдық. Енді жүгеріні осылай салып, содан соң майонезімізді саламыз. Майонезіміздің бәрін салып алдық. Енді азырақ тұз салып, осылай жақсылап араластырамыз. Қараңыздар, қандай әдемі. Мінекей, жақсылап араластырып алдық. Осымен салатымыз дайын. Енді салатымызды әдемі тәрелкелерге салып, осылай петрушкамен сәндеп тарту етсеңіздер болады, немесе чипсиді қолдансаңыздар да болады. Оформление өздеріңіздің қалауларыңыз, фантазияларыңыз бойынша. Астарыңыз дәмді болсын, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.